Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біз 11-ші сұраққа келдік. 11-ші сұрақ бізге былай деп беріледі. 11-ші сұрақта біз қазір есеп шығарамыз. 340 килограмм жем шөп жеп, арқарлар популяциясы 42 салмақ қосса, бұл қоректік деңгейдегі энергия алмасу тиімділігінің мөлшері қандай? Әрине, бұны білу үшін біз формуланы білуіміз керек. Ал енді энергия алмасуының тиімділігінің мөлшерін көрсететін формула қандай еді, есімізге түсірейік. Сонымен, бұл формулада алымына жинақталған органикалық заттар саны жазылады, мөлшері. Жинақталған органикалық заттардың саны немесе мөлшері. Бұл алымына жазылады. Ал бөліміне ше? Бөліміне желінген органикалық заттардың саны жазылады. Көбейтілген 100%-ға. Көбейтілген 100%-ға. Міне, бұл энергия алмасу тиімділігін мөлшерін есептеуге болатын формула. Ендеше бізде былай дейді: 340 килограмм жем шөп жеп, арқарлар популяциясы 42 килограмм салмақ қосты дейді. Сонда бірінші біз нені айтамыз? Жинақталған органикалық заттар саны. Сонда жинақталған болса, біріншіге 42-ні жазамыз, 42 килограмм қосты ғой. Ал екінші желінген органикалық заттар саны. Ол желінген органикалық заттар саны бізде 340, дұрыс па? Оны біз көбейтеміз 100-ге, тең болады 12,3%. Сонда бұл есептің жауабы 12,3% энергия алмасу тиімділігінің мөлшері шығып тұр. Бұл 11-ші сұрақ болған. Енді 12-ші сұрақ. Ауаға шашылған иіс судың иісін сезуді жүзеге асыратын тасымалдану жолы. Заттардың тасымалы екіге бөлінеді. Бірінші пассивті енжар тасымалдану, екінші активті немесе белсенді тасымалдану. Активті тасымалдануда энергия қолданылады, энергия жұмсалады, ал пассивті тасымалдауда энергия жұмсалмайды. Пассивті тасымалдау дегеніміз ол қарапайым және жеңілдетілген диффузия жолымен жүзеге асатын тасымалдану жолы. Ал диффузия дегеніміз не? Диффузия дегеніміз жылу тербелісі арқылы энергияның әсерінен әртүрлі ортаға заттардың бөлшектерінің бейберекет қозғалысы. Осыны диффузия дейміз. Енді жауап нұсқаларына қарайық. Бірінші диффузиялық, осмостық, пиноцитоздық, фагоцитоздық, иондық сорғымен. Бұл жерде балалар, дұрыс жауап ол диффузия. Диффузиялық. Сендер диффузия деген ұғымды физикадан өтесіңдер, Сонда диффузия дегеніміз не екен? Қайтадан қайталайықшы балалар. Диффузия дегеніміз не екен? Диффузия дегеніміз жылу тербелісі энергиясының әсерінен ортаға зат бөлшектерінің бейберекет таралуын, осыны диффузия дейміз. Сонда иіс су осы диффузия арқылы тасымалданады. Бұл пассивті немесе енжар тасымалдануға жатады. Себебі жеңілдетілген және қарапайым диффузия әдісімен пассивті енжар тасымалдану жүзеге асады. Сонда дұрыс жауап ол диффузия. 13-ші жауап. 13-ші сұрақ, кешіріңдер балар. 13-ші сұрақ. Тилакоидтың ішкі кеңістігі. Бірінші, тилакоид дегеніміз не? Тилакоид, грана, строма, олар хлоропласттарға байланысты айтылған ұғымдар. Тилакоидтың ішкі кеңістігі. Бірінші, люмен, криста, таллом,
перистом және грана дейді. Бұл жерде балалар люмен. Дұрыс жауап люмен. Люмен дегеніміз телакоидтың ішкі кеңістігі. Телакоид дегеніміз хлоропласттың ішкі мембранасынан қатпарлана өсіп шығатын телакоид. Өсіп шықса, бұны телакоид деп атайды. Өсіп шығады, телакоидты құрылым деп атайды осыны. Осының ішкі кеңістігі не деп атайды екен? Люмен деп аталады. 14-ші сұрақ. Бүйрек пен сүйек ұлпасындағы кальций мен фосфордың алмасуын реттейді. Бұл жерде бізде балалар бүйрек пен сүйек ұлпасындағы кальций мен фосфордың алмасуын реттейді. Бұл жерде жауап нұсқаларына бездерді беріп тұр. Бездерді берген кезде бұл бездерді және гормондарды беріп тұр. Бұл гормондарды беріп тұр. Қарайғанда бірінші жауап нұсқасы қалқанша маңы безі, екінші қалқанша безі, үшінші тироксин гормоны, үшінші мелатонин гормоны, бесінші вазопрессин гормоны. Негізі сүйек ұлпасындағы кальций мен фосфордың алмасуын реттеуге қатысатын балалар қалқанша маңы безі. Мынау қалқанша бездің ар жағында орналасатын қалқанша маңы безі. Ғалымдар көпке шейін оның қалқанша безінің бір бөлігі деп атап келген. Ол кейіннен оның бөлек без екені анықталған. Оның гормоны парат гормон. Осы парат гормон кальций мен фосфордың алмасуын реттеп отырады. Сонымен қандай без болды? Қалқанша маңы безі. Қалқанша маңы безі. Гормоны не болды балар? Парат гормон. Парат гормон. Енді 15-ші сұраққа келейік. 15-ші сұрақ былай деп аталады, беріледі. Терінің сыртқы қабаты. Бұл жерде адамның терісінің сыртқы қабаты сұралып тұр. Оның жауап нұсқалары: тері асты май қабаты, дерма қабаты, жасұнық қабаты, эпидермис қабаты, меланин. Енді адамда терінің сыртқы қабаты эпидермис деп аталады. Эпидермис. Эпидермис ол көп қабатты эпителийден тұрады. Эпидермис. Бұл бірінші сыртқы қабаты. Эпидермисте бағанағы мынау жауап нұсқаларынан берілген меланин болады. Меланин ол пигмент, бізді ультракүлгін сәулелерінен қорғайды. Екінші қабаты терінің дерма қабаты немесе нағыз тері қабаты. Нағыз тері қабатында бізде қан тамырлары, май бездер, шаштың түбі осы дерма қабатында орналасқан. Ал үшінші қабаты, бұл үшінші қабаты тері асты май қабаты. Тері асты май қабаты бізде қор жинаушы, соққыдан қорғау қызметін атқарады. Сонда адамның терісінің қабаты қаншадан тұрады екен? Сыртқы қабат эпидермис, ортаңғы қабат дерма, үшінші тері асты май қабаты. Ал эпидермис жалпақ эпителийден тұрады. Міне балалар, біз 11-ші сұрақтан 15-ші сұраққа шейін сендермен талдадық. Бұл жерде энергия тиімділігінің мөлшерін көрсететін формуламен таныстық. Және органоидтардың құрылысы, хлоропласттың құрылысымен таныстық, тасымалдау түрлерімен таныстық, және терінің қабаттарымен таныстық. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа шейін сау болыңдар.